Сәлеметсіңдер ме? Біз информатика пәнін меңгеруді жалғастырамыз. Сіздермен мен Айнабекова Айдана Әбілахатқызы. Және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпаратты шифрлау. Бүгінгі сабақта сен мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтауды үйренесің. Біз сіздермен бірге үлкен әлемде өмір сүреміз. Және адамзат түрлі халықтардан тұратынын білесің. Әр халық қарым-қатынас үшін өз тілін пайдаланады. Басқа тілді сөйлейтін адам сені түсіну үшін ақпаратты оған түсінікті басқа нысанда ұсыну керек. Ол басқа алфавиттерден, сигналдардан, қимылдардан, белгілерден, тіпті суреттерден де болуы мүмкін. Ақпаратты басқа нысанға түрлендіруді кодтау деп атаймыз. Кодтау бұл ақпаратты бір нысаннан келесі нысанға түрлендіру процесін айтады. Кері процесін декодтау деп атаймыз. Ақпаратты кодтау үшін ережені білу қажет. Бұндай ережені код дейміз. Код бұл бір таңбалардың жиынтығынан басқасына ауыстыру ережесі. Бейнені тоқтатып, анықтамаларды дәптеріңе жазып ал. Техника әлемінде ақпараттық кодтаудың көптеген жолдары бар. Алғашқыларының бірі Морзе коды пайда болды. Ол телеграф арқылы мәтіндік ақпаратты беруге арналған. Морзе әліппесінде әрбір әріп, сандар және кейбір таңбалар қысқа және ұзын дыбыстық сигналдардың бір үзділігіне алмастырылады. Морзе әліппесін қарастырайық. Әрбір таңба тек нүкте мен сызықтардан тұрады. Морзе кодын пайдаланып, тал сөзін кодтайық. Әліпбиде Т әріпі сызықшаға сәйкес келеді. А әріпі нүкте сызықша болса, Л әріпі нүкте сызықша екі нүктеден тұрады. Кері процесті орындайық, яғни ақпаратты декодтайық. 5 нүкте ол 5 деген сан. 5 сызықша ол деген 0 сан, 0 деген сан. Ал нүкте 4 сызықша 1 деген санды кодтайды. Ендеше Морзе кодын пайдаланып, ақпаратты кодта және декодта. Бейнені тоқтатып, тапсырманы орында.